көз өнімінің бір күштісін айтайын, мына басында карандаш, басында шаригі бар. Бұл мына көздің тек қана айналасына жағылады. Вот это мына жаққа емес па? Мына жерге көздің айналасына барлығына жағылады. Вот так. И құлақтың тұсына жағылады. Құлаққа связан нәрсе бар. Мына құрға инек барына бармаған жерге осы өнім бар. Құрға ине бар ғой кәдімгі. Адамның көзінің айналасында қан тамыры болмайды, бірақ нерв тамыры бар. Мына өнімнің күштілігі сода. Бұл манағы айтып тұрмын, сол 56-шы ұрпақтан бері келе жатқан өнім бұл. И бұл тек қана көзге емес, бұл манағы желкең тартылған кезде де жақсаңыз болады, құлағыңыз ауырғанда жақсаңыз болады, зоб болған кезде де, гайморит болған кезде де бұл күшті өнім. Мына продукт. Бұл өте керемет. Грыжаға да жақсы. Грыжаға да жақсы. Қай көздеріңіз салады, соған жағып көрсеңіздер болады, жасауратады, көзіңізден бұлшық шығарады. Бұл өнімнің күштілігі сода. Қытайда 1,5 миллиард адам болса, соның 7 миллионы получается зрениемен страдать етеді. Видите, кішкентай балдар уже көздің очкиге. Қазақстанда бізде 40% зрениемен страдать етеді. Мына өнім соған күшті. Ал мына тұрған спрей бүртпесу дейді, өздері атайтын болғанша. Бұл мұнаға косметика кремнің де қызметін атқарады. Мына сіздер экспертпен үйде жүріңіздер, қарайтпайтын. Соның барлығын қызметін атқарады. SPF дейміз, қызметін барлығын атқарады. Бұл таза пептид дейді. Таза пептид дейді. Адам жасы ұлғайған сайын еті сүйегінен ажырай бастайды екен. Аты жасы. Мына өнім сол теріңіздегі үш қабатқа барған кезде өнімді көресіздер, өздеріңізге шашып 10 минуттағы результатты көресіздер. 2 рет шашылады, негізі 3 рет шашылады, арасында 7 минут көресіздер. Мына өнімді көресіздер, ең тоқақ бетіңізге шашып, мына етіңіз тартылады. Аппаратсыз қолдың саусағын тигізбейді. Аузыңыз қисайып қалады ма, бір жақсы? Жоқ, қисайғанда қалай айтсам екен. Тартылады да? Детайдың қыздары болды, аппаратпен беттерін түзеп жүрді ғой. Сол кісілер мына өнімді көрген кезде біз аппаратпен бетті тарта алмай жүрміз, мына өнімнің несі күшті деп. Мен өзім 18 адамға шаштым, осыны 15 адам менде регистрация жасады. Өйткені бірде бетіндегі результатты көрді. Сондықтан өнім осы себебі күшті. Осы компанияда қазір 3 направление дейді. Біріншісі көз направлениесі, екіншісі мына косметология направлениесі, үшіншісі мына адамның денсаулығын тазарту арқылы қартаю процесті тоқтататын направление. Бұл жақта бүйректі қуаттайтын да өнім бар, бауырды қуаттайтын өнім бар, қанды, мына тромбтардың барлығын сұйылтатын өнім бар. Сосын кәдімгі коллаген бар. Коллагеннің құрамын айтайын сіздерге. Бір пакетик 10 грамм болса, соның 7 грамм таза пептид дейді өнім коллагеннің ішінде. Анау высший сорт коллаген. Бүкіл коллагендерін қарағанда мына біз ер адам машина зат жасалуға барған кезде мынау Қытай, мынау оригинал Қытай деп атайды. Оригинал Қытайын аламыз да біз зат жасап. Мынау тек Қытай өздеріне жасап жатқан оригинал. Қытай бұны қатты жақсы. Бұл 126 больницада бізде бұл кезде докторханада дейді. Әр больницаларында сатады. Джин Груп компаниясының өнімдері. Бұл залалсыз. Мына көз өнімді бір 3 рет қана жағу керек, 4 рет қана жағу керек деген жоқ. Адамның көзі не үшін страдайды дейді? Адамның бауыры дұрыс болмағаннан зрениеден уже отказ береді. Бұл бізде қытайлардың бір күштісі сол, көзім ауып болса сол тек негізін іздейді Қытай. Бір күштісі сол, нерв тамырын түзейді. Бізде қалай, бізде тек көзің ауырса көзімізге тамызатын бір затты береді де қайтарып жібереді ғой. Бұлар соның күштісі негізін. Енді бетіміздің іші салбырап кеткен соң, мына жерде коллагеннің жетіспейді, мана таза пептид екен, соның рецептін тауып барған. Мынаның бірлігі өте жоғары. Қалай айтсам екен? Единица. Тез бар. Түсіндіңіз бе? Тез. Моментальное всасывание. Ал ана 5 өнім бар, бұл 5 коробка. Ол тек бір апталық өнім, бір бағасы 144 мың теңге. Бірақ бір апта ғана шестеді. Неге бір апта? Ол бір апталық өнім. Ол сондай өнім, адам очистка тазалайтын болса, артық салмақтағы адам болсын, ішкі құрылысын тазалайтын болса, енді қызықты екен. Бір апта ғой, тек қана сол компанияның өнімін ішесіз. Бұл жерде зығыр бидайы бар. Что такое зығыр? Лен. Льняное, да? Да. Оның құнары өте күшті. Жаңағы коллаген пептид өнім бар. Барлығы жылы суды қалқан сияқты езіп ішесіз. Қарныңыз ашпайды, ананың тоқтығы сондай керемет. Бірақ бір апта бойы күніне 3 литр жылы су ішесіз. Бұлар тәртіптері бар. 3 литр? Күніне 3 литр жылы су. Независимо от Веса человека, что ли? Жылы суды іше береді. Қытайлар ол жағын қатты қарастырады. Біз ана аэропорттан түскен бойда бірден каждый жыл кипяток тұрады. Олар тек қана жылы су іше береді. Неге іше береді? Атынан өзімізде түспейді. Оказывается, жылы су полезный екен. Қытайға барған кезде түсіндім. Кипяток, ана бір жылы су дегенде жылы су емес та, кәдімгі кипяток ішеді. И анау андай бүйтіп сылқылдатып ішпейді. Тек ұрттап отырады болды. Сөйтіп күніне 3 литр ішу керек. Ұрттап отыр. Бірақ енді анадан кейінгі мен результатты айта алмайды деді. Да. То есть ана өнімі, мен айттым, андай басқа компания ұқсап 3 ай бат ішу керек, 3 жылда кірген өнімді 3 ай ішу керек деген нәрсе жоқ. Моментально бір аптадағы сіз результатыңызбен сіз кәдімгі взрыв жасап тастайсыз, сол өзіңіздің отзывыңызбен. Сондықтан компания манағы өнімін өзі бір аптада колоссальный результат аласыздар. Сонысы күшті.